Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, ва ба'д. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді ағайын, құрметті бауырлар. Жалпы шариғатымызда әр азамат өз ойы мен ұсынысын тиісті мекемелерге жеткізуге құқылы. Кез келген мәселені шешудің шариғат пен заңда көрсетілген өзіндік жолдары, тетіктері бар. Халық өз арыз талаптарын басшыға жеткізу мақсатында бейбіт шеруге шығуға шариғатымызда рұқсат етілген. Алайда мынандай шарттар ескерілуі керек. Шариғатқа және заңға қайшы келмеуі. Келесі, балағат сөздер мен жалған ұрандар айтылмауы. Келесі, қоғамның тұрақтылығы мен тыныштығын бұзатын арандатушылыққа, тәртіпсіздікке, бұзақылыққа жол берілмеуі. Одан кейін адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмеуі. Одан кейін сыртқы және ішкі арандатушы күштердің ықпалына еріп кетпеуі. Одан кейін мемлекет пен жеке тұлғалардың жылжитын және жылжымайтын мүліктеріне зиян келтірмеуі. Мысалы, тонау, сындыру, жағу, тағы да басқа. Одан кейін негізгі талаптарынан, алғашқы мақсаттарынан ауытқымауы. Егер шерудің соны бүлікке, арандатушылыққа, тәртіпсіздікке бой алдыратын болса, шариғатымызда мұндай шеруге шығуға рұқсат етілмейді. Яғни үлкен күнә, харам болып есептеледі. Алла Тағала қасиетті Құранда «Вал фитнату ашадду минал қотл» бүлік шығару адам өлтіруден де ауыр іс, яғни ауыр күнә болып есептеледі. Алла Тағала тағы да басқа қасиетті Құранда «Валлаху ла юхиббул муфсидин» Алла Тағала бүлік шығарушыларды жақсы көрмейді делінген. Жалпы ислам діні мейірімділікке, татулыққа, ынтымаққа, бірлікке үндейтін дін. Сондықтан да қадірменді ағайын, құрметті бауырлар, Алла Тағала елімізді, жерімізді түрлі бүліктерден, жамандықтардан Алла Тағала бір өзі сақтасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.